Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен бірге осындай әдемі бедерлі салфетка түрін тоқитын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, менің инстаграм парақшама және ютуб каналыма тіркеле кетіңіздер. Бізде қолданатын жібіміз пихорка жемчужная, басқа бір жіпті қолдансаңыздар да болады. Бастысы мақта жібі болса болды. Неге бізде 50% мақта, 50% вискоза қосылған. Сіздер 100% мақтамен істесеңіздер де болады. Так, де крючоктың номері 1/8. Сіздер 1/8 бен, я болмаса 1/75 бен істей берсеңіздер болады. Ендеше кеттік бастаймыз. Так, біз енді жіпті аламыз. Яғни әркімге әрқалай ыңғайлы. Мінекей мен өстіп аламын жіпті. Мінекей. Так, енді біз 6 тор көзін шығарамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 шығардық. Мұндағы бірінші тұрған тор көзімізге крючокты кіргіземіз да осылайынан біріктіреміз. Енді так, 2 үрмелі шығара аламыз. 1, 2. Біз енді осы кольцоның ішінен, яғни осы сақинаның ішінен 12 баған шығаруымыз керек. Мұна артық қалған жіпті өзімізбен бірге алып жүреміз. Осылайынан бірге алып кетеміз. Бізде бірінші баған дайын, енді 11 баған шығарамыз. 2, 2, 3, 2, 4, 5. Дәл осылайынан жалғастырып, соңына дейін істейсіздер. Мінекей болдық. Енді келесі екінші қатар тоқитын боламыз. Бағана біз бірінші баған тоқыдық. Сол екінші баған екеуінің ортасында крючокты өткіземіз де осылайынан жіпті алып біріктіреміз. Кейін екінші қатар тоқимыз. Екінші қатар бізде енді бедерлі бағандар болып шығады. Бір үрмелі шар аламыз. Крючокқа жібімізді іліп аламыз да, міне бірінші тұрған бағанға крючокты кіргізіп, жіпті іліп алып шығамыз да бедерлі баған істейміз. Мінекей біріктіреміз. 2 үрмелі шар аламыз. Келесі тұрған бағанға крючогымызды кіргіземіз да, мінекей тағы да екінші бедерлі баған істейміз. 2 үрмелі шар аламыз. Келесі тұрған бағанға крючокты кіргіземіз. Үшінші 2 үрмелі шар, тағы да крючогымызды кіргізіп бедерлі баған істейміз. Тағы да 2 үрмелі шар аламыз. Дәл осылайынан соңына дейін жалғастырасыздар. Екінші қатарды бітірдім. Неге соңғысына келдім. Соңғысында бірінші тор көзіміз бар ғой, соған крючокты кіргізіп, жіпті осылайынан біріктіреміз. Так, енді келесі үшінші қатарды тоқимыз. Үшінші қатарда дәл осында 2 үрмелі шар аламыз. Бедерлі бағанда бұл жерде енді 2 бедерлі баған аламыз. Яғни 1 үрмелі шар алдық. Неге бірінші бедерлі бағанымызға крючокты кіргіземіз. Неге 1 баған шығардық. 1, келесі екінші бағанды шығарамыз. Неге енді 2 үрмелі шар аламыз. Келесі тұрған бағаннан тағы да осындай 2 бедерлі баған шығарамыз. 1,
екеу. Тағы да 2 үрмелі шар аламыз. Келесі тұрған бағаннан тағы да 2 бедерлі баған шығарамыз. Біреу және де екеу. Тағы да 2 үрмелі шар аламыз. Неке. Осылайынан соңына дейін істейсіздер. Үшінші қатарды тоқып бітірдік. Жерде дейтін 2 үрмелі шар алдым. Неке. Енді бірінші тұрған тор көзімізге крючокты кіргізіп біріктіреміз. Келесі 4-ші қатарды тоқитын боламыз. Бір тор көзін аламыз. Кейін бірінші тұрған бедерлі бағанымызға крючокты кіргізіп бір баған, келесі екінші бағанды шығарамыз. Енді бұл жерде тек 3 үрмелі шар аламыз. Біреу, екеу, үшеу. Кейін келесі тұрған бедерлі бағаннан тағы да 2 баған шығарып істейміз. Бірінші баған, екінші баған. Тағы да 3 үрмелі шар аламыз. Біреу, екеу, үшеу. Түсінікті деп ойлаймын. Әрі қарай тағы да мінекей 2 баған істейсіздер, 3 үрмелі шар аласыздар. 4-ші қатарды тоқып бітірдім. Мінекей 4-ші қатардың соңғысына келдім, яғни 2 бедерлі бағанды тоқыдым. Енді 3 үрмелі шар аламын. Кейін бірінші тұрған тор көзімізге крючокты кіргізіп біріктіремін. Неке. Дайын болды. Енді келесі 5-ші қатарды тоқитын боламыз. 5-ші қатарда, яғни бізде мұнда 2 бағаннан істедік қой бедерлі бағандарды. Енді бұнда бір бағаннан 2 бедерлі баған шығарамыз. Мына бағаннан 2 бедерлі баған шығарамыз. Яғни бір үрмелі шар аламыз. Бірінші бағаннан 2 бедерлі баған шығарамыз. Біреу, екеу. Келесі тұрған бағаннан тағы да 2 баған шығарамыз. Біреу, екеу. Енді 3 үрмелі шар аламыз. Келесі тұрған бағаннан дәл солай 2 бағаннан шығарамыз. Біреу, неке. Дәл сол бағаннан екінші баған шығарам. Екеу. Келесі тұрған бағаннан тағы да 2 шығарам. Неке. Біреу. Дәл сол бағаннан тағы да екінші баған алам. Екеу. Тағы да 3 үрмелі шар аламыз. Неке. Дәл осылайынан тағы да жалғастырып істей бересіздер. Неке. 5-ші қатардың соңына келдім. 3 үрмелі шар алдым. Неке. 4 бағандар алдым 2-2-ден. Енді бірінші тұрған тор көзге крючокты кіргізіп осылайынан біріктіреміз. 6-ші қатарды тоқимыз, яғни 6-ші қатарда әр бағандардың өзін алып шығамыз. Сосын 3 үрмелі шар аламыз, яғни 1 үрмелі шар аламыз. Кейін неке 4 бағанды бір-бірден алып шығамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртіншісі төртеу. Енді 3 үрмелі шар аламыз. Келесі тұрған бағандарды дәл осылайынан тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, енді төртеу. Тағы да 3 үрмелі шар аламыз. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Дәл осылайынан тағы да әр бағаннан 4-еуін тоқисыздар, 3 үрмелі шар аласыздар, тағы да 4 бедерлі
баған тоқисыздар. 6-шы қатарды бітірдім. Енді 7-ші қатарды істейтін боламыз. 7-ші қатарда дәл осылай 4 қатарды жүргіземіз. 4 бедерлі бағанды жүргіземіз. Кейін мына жерде біз 3 үрмелі шар алдық. Бұл жерде енді 4 үрмелі шар аламыз. Яғни бір үрмелі шар аламыз. Кейін бірінші бедерлі бағанды жүргіземіз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Енді 4 үрмелі шар аламыз. 4. Тағы да 4 бағандарды осылайынан істеп шығамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Тағы да 4 үрмелі шар аламыз. Мінекей, дәл осылайынан жалғастырып істей бересіздер. Енді 8-ші қатарды тоқитын боламыз. Ол үшін бір үрмелі шар аламыз. Жіпті крючокқа іліп аламыз да бірінші бағанды бедерлі бағаннан бір баған шығарамыз. Бұны аяқтамаймыз. Осылайынан қалады, аяқтамаймыз. Келесі екінші бағанды алып өткіземіз. Неге? Енді осы үшеуін бірге өткіземіз. Біріктіреміз. Неге? Бізде осындай бағанды біріктірдік, яғни бізде түйін пайда болды. Келесі түйінді істейміз. Неге? Біреу, аяқтамаймыз. Келесі екіншісі. Енді үшеуін бірге өткіземіз. Неге? Екі бағанды бірге біріктірдік. Енді біз 7 үрмелі шар аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 үрмелі шар аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Неге? 7 үрмелі шар алдық. Крючокқа жібімізді іліп аламыз да, тағы да бедерлі 4 бағаннан 2 баған аяқтамай аламыз. Біреу, екеу. Енді осы үшеуін бірге өткіземіз. Келесі 2 бағанды да дәл осылай аяқтамай бірге біріктіреміз. 1, 2, үшеуін бірге өткіземіз. Тағы да 7 үрмелі шар аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Неге? Тағы да 2 бағанды бедерлі бағаннан 2 баған аламыз. Біреу, аяқтамаймыз. Келесі екінші бағанды аламыз. Үшеуін осылай біріктіреміз. Келесі тұрған 2 бағанды тағы да солай. Неге? Біреу, аяқтамаймыз. Келесі екіншісін аламыз. Бұны да аяқтамаймыз. Енді осыларды бірге өткіземіз. Үшеу. Тағы да 7 үрмелі шар аламыз. Неге? Дәл осылайынан жалғастырасыздар. Мінекей мен 8-ші қатарды болдым. Енді 9-ші қатарды тоқитын боламыз. 1 үрмелі шар аламыз. Кейін бағана біріктірдік қой біз екеуін бірге. Сол жерден аламыз, яғни. Неге? Тағы да бұл жерде біріктіреміз. 1 баған. Келесі біріктірген жерімізден екінші бағанды аламыз. Неге? Енді осы үшеуін бірге өткіземіз. Енді 9 үрмелі шар аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Жіп іліп аламыз крючогымызға. Келесі біріктірген жерімізден 1 баған аламыз. Неге?
келесі біріктірген жерімізден екінші бағанды аламыз. Осы үшеуін енді бірге өткіземіз. Тағы да 9 үрмелі шар аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тағы да мына біріктірген жеріміздің біріктірген жерімізден бір баған аламыз. Келесі біріктірген жерімізден тағы да бір баған аламыз. Бірге біріктіреміз. Дәл осылайынан соңына дейін жалғастырасыздар. 10-шы қатардың соңғысына келдім. Мінекей бірінші тұрған тор көзге крючокты кіргізіп, осылайынан біріктіреміз. Келесі 11-ші қатарды тоқимыз. Бір үрмелі шар аламыз. Крючокқа жібімізді іліп аламыз да. Осылайынан алып, бір баған істейміз. Енді 11 үрмелі шар аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мұндағы тұрған бағанның арасынан өткіземіз. Яғни бір баған шығарамыз. Енді тағы да 11 үрмелі шар аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Жіп біліп аламыз. Келесі тұрған аркамызға кіргізіп, тағы да бір баған шығарамыз. Осылайынан соңына дейін істейсіздер. Мінекей болдым. Енді келесі қатарды тоқитын боламыз. Ол үшін бізге тағы да бір үрмелі шар аламыз. Крючокқа жібімізді іліп аламыз да, осы бағаннан алып бір баған істейміз. Енді мұна арканың ішінен 11 баған жүргізіп шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 баған жүргіздік. Енді бірден мына аркадан ойына бағанның үстінен осылай аламыз да, бір баған шығарамыз. Бірден тағы да келесі 11 бағанды істеп шығасыздар. Дәл осылайынан. Мінекей мен 11-ші қатар тоқып бітірдім. Енді келесі 12-ші қатар тоқитын боламыз. Яғни бір үрмелі шар аламын. Кейін крючокқа жібімізді іліп аламыз да, осы бағаннан тағы бір баған шығарамыз үстінен. Енді бір үрмелі шар аламыз. Дәл осы бағандардың үстінен, яғни 11 баған шығарамыз. Яғни кері шығарамыз. Артынан крючокты кіргіземіз. Айналдырамыз да, ортасынан өткізіп кері қарай шығарамыз. Бір баған, келесі тағы да дәл солай кері баған істейміз. 2, тағы да дәл солай кері баған істейміз. 3, 4,
бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10 және де 11. Мінекей 11 баған істедік, кері бағандарын істедік. Енді бір үрмелі шар аламыз. Міне біздің бағанымыз, бағанағы бедерлі бағандарымыз, сол бедерлі бағаннан бір баған шығарамыз. Тағы да бір үрмелі шар аламыз да, дәл осылайынан жалғастырып істейміз. Дәл осылайынан кері баған аламыз, бір үрмелі шар, бір бедерлі шар, тағы бір үрмелі шар, сосын кері бағандар. Так, мінекей 12-ші бағанды бітірдім. Енді 12-ші қатарды бітірдім. Енді 13-ші қатарды істейміз. Так, ол үшін бізге бір үрмелі шар аламыз. Дәл осы бедерлі бағаннан тағы да бір баған істейміз. Біреу. Екі үрмелі шар аламыз. Енді біз бұнда кері бағандарды алдық қой. Сол бағандардан, яғни бедерлі баған істейміз. Яғни бірінші бедерлі бағанды істейміз. Біреу. Аяқтамаймыз. Келесі екінші кері бағаннан алып, бедерлі баған істейміз. Енді осы үшеуін бірге өткіземіз. Келесі бағандарды, яғни 7 баған істейміз. 7 бағанның өзін істейміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Қалған екі бағанды бағанағыдай бірге біріктіреміз. Біреу және де екеу. Осы екеуін бірге біріктіреміз. Екі үрмелі шар аламыз. Бедерлі баған істейміз. Тағы да екі үрмелі шар. Тағы да осы екі кері бағандарды бірге біріктіреміз. Яғни бедерлі баған қыламыз. Біреу, екеу. Осыларды бірге біріктіреміз. Кейін бірден тағы да 7 баған, сосын екі бедерлі бағанды бірге біріктіреміз. Дәл осылайынан соңына дейін істейміз. Тағы да екі үрмелі шар, бедерлі баған, екі үрмелі шар. Мінекей 13-ші қатарды бітірдім тоқып. Енді 14-ші қатар тоқитын боламыз. Бізге бір үрмелі шар керек. Енді осы бедерлі бағаннан тағы да бір баған тоқимыз. Біреу. Енді екі үрмелі шар аламыз. Бағана біріктіргеніміз бар ғой, мінекей. Осы екеуін осылайынан алып, біріктірген бағанды алып, тағы да біз бағандар біріктіреміз. Біреу, аяқтамаймыз. Келесі екінші тұрған бағаннан крючокты кіргіземіз де тағы да екінші бағанды аламыз. Екеу. Енді осыларды біріктіреміз. Мына біріктірдік. Енді 5 бедерлі баған жүргіземіз. Қалған екеуін тағы да осылайынан біріктіреміз. Так. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу.
Енді қалған екеуін біріктіреміз. Мінекей, бір баған, келесі екінші баған. Енді үшеуін бірге өткізіп, осылайынан біріктіреміз. Екі үрмелі шар аламыз. Мінекей, бедерлі баған аламыз. Тағы да екі үрмелі шар аламыз. Тағы да дәл солай. Мінекей, бір баған шығарамыз, аяқтамаймыз. Келесі екінші бағанды шығарамыз, аяқтамаймыз. Енді бәрін бірге біріктіреміз. Тағы да 5 баған жүргіземіз. Дәл осылайынан екеуін біріктіреміз. Екі үрмелі шар, бір бедерлі баған, екі үрмелі шар. Мінекей, дәл осылайынан жалғастырасыздар. Мінекей, 14-ші қатарды тоқып болдым. Енді 15-ші қатарға көшеміз. Так, ол үшін бізге бір үрмелі шар керек. Кейін бір баған шығарамыз. Енді 3 үрмелі шар аламыз. Біреу, екеу, үшеу. Дәл сол бағаннан тағы да бір баған шығарамыз. Мінекей, бір баған арка пайда болды, тағы да бір баған пайда болды. Енді екі үрмелі шар аламыз. Тағы да біздер бағандарды біріктіреміз. Мінекей, біреу, кейін екіншісін аламыз, екеу. Осыларды бірге біріктіреміз. Енді 3 бедерлі бағанды жүргіземіз. 1, 2, 3. Қалған екеуін тағы да біріктіреміз. Біреу және де екеу. Осыларды бірге біріктіреміз. Енді екі үрмелі шар аламыз. Осы бағаннан бір баған шығарамыз. 3 үрмелі шар аламыз. Дәл осы бағаннан тағы да бір баған шығарамыз. Мінекей, тағы да енді екі үрмелі шар аламыз да дәл осылайынан жалғастырамыз.